Армысыздар. Мен Әділбек Абдрахман, Жаңаөзен қызмет көрсету және жаңа технологиялар колледжінің бірінші курс студенті. Мен кәсіпкермін грант турниріне өзімнің қамқор инновациялық қолжетімді қызмет көрсету орталығы жобасын ұсынатын боламын. Бұл жобаның негізгі өзектілігі қазіргі таңда Қазақстанда қарттар мен ерекше күтімді қажет ететін адамдар үшін негізгі проблемаларды қарастырады. Бұл жерде қауіпсіздік пен денсаулық, медициналық қызметтің жетіспеушілігі, жалғыздық және эмоционалдық оқшаулану, сонымен қатар қаржылық мүмкіндігін шектеулігі сынды мәселелердің алдын алатын осы жобаның мақсаты. Жобаның мақсаты бізде қарттар мен ерекше қажеттілігі бар адамдар үшін сапалы өмір сапасын арттырып, қауіпсіздігі мен денсаулығын қамтамасыз етіп, жалғыздықты азайту және күйзелістен шығуға мүмкіндік беріп, қоғамда белсенді болуына жол ашады. Сонымен қатар бұл жобада негізгі қызмет түрлері 4 саланы қамтиды. Бірінші бізде денсаулық және медициналық қолдау. Бұл жерде айтап өтетін болсақ, 24 сағат онлайн бақылау. Егер қарттарымызға қандай да бір жағдай болатын болса, біз онлайн бақылау арқылы шұғыл көмек көрсете алатын боламыз. Және медициналық автокөліктер шалғай ауылдарға тез жетіп, тез өзіміздің көмегімізді көрсету мақсатына қарастырылады. Психологиялық қолдау бізде қарттардың есте сақтау жаттығулары, нейрондық жаттығулар, сонымен қатар қарттарымызды психотерапиядан өмірге деген құлшынысын арттыру мақсатында өткізіп отыратын боламыз. Әлеуметтік тұрмыстық қолдауда бізде Қазақстанның белсенді жастары болып, қарттарымызға көмектесіп, үй жинау, тамақ дайындау, дүкеннен зат әкелу секілді жұмыс қызмет түрлерін көрсететін боламыз. Әлеуметтік белсенділік және кәсіпкерлік. Қарттарымыз мысалы біреу қолөнер, біреу басқа да заттарды істей алатын болса, соны коворкингті дәстүрлі сабақ қолөнер үйірмелерін ашып, жастарымызға жаңа дәрістер, сабақтар беретін болады. Жастар мен қарттар арасындағы көпір байланыс орнайтын болады. Сонымен қатар бізде шағын кәсіп ашуға және табыс көзін табуға мүмкіндік терді қарастырамыз. Қызмет көрсету пакеттері бізде 3 негізгі пакет бар. Ең арзаны бізде 15 000 теңгеден басталады. Сонымен тағы да атап өтетін бізде пакет қамқор қор пакеті. Бұл жерде мүмкінділігі өте төмен адамдарға тегін, яғни 80-100%-ға дейін жеңілдікпен тегін қызмет көрсететін түрлер қарастырылған. Менің жобама материалдық, қаржылық және адами ресурстар қажет болады. Қаржылық жоспар бізде бастапқы инвестиция 3,5 миллион теңгені қамтыса, айлық табыс 1,5 миллион теңгені және өзін ақтау 2-3 айдың көлемін қамтиды. Күтілетін нәтиже 300-ге жуық қарттар мен ерекше қажеттілігі бар адамдар тұрақты қолдау алады және 15-ге жуық жаңа жұмыс орындары ашылады. Қарттарымыздың денсаулығы көрсеткіштері жақсарады, жалғыздық, депрессия деңгейі төмендейді. Сонымен қатар қарттар мен жастар арасында байланыс орнайтын болады. Бұл қорытындылай келетін болсам, бұл қамқор үй жобасы Қазақстандағы алғашқы инновациялық қолжетімді әлеуметтік маңызы бар жоба ғана емес, бұл қарттарға және мүмкіндігі төмен адамдарға арналған белсенді өмір сүру мүмкіндігі.